Достар, үй жағдайында үйдің Wi-Fi паролін қалай өзгертемін деп сұрайтын кісілер өте көп, өте оңай достар. Осыны бір видео түсіріп жіберейін. Енді сіздің пароліңізді басқа біреулер біліп қояды, өзіңіз айтасыз. Сосын адам көбейген сайын Wi-Fi-ңыз қататын болады. Сол жағдайда өзгерту өте оңай. Міне Wi-Fi-ға кіріп тұрсыздар, браузерге кіреміз. Мына жерде Safari, Яндекс, Google, айырмашылық жоқ. Осыған жазамыз достар. Міне дәл осылай жазып аламыз. 192.168.1.1 дейміз дағыны Найти-ді басамыз достар. Дәл осы жерден жоғары жақтан шығады. Осыны басамыз достар. Күтеміз. Міне осылай жазу шығады. Астына қарап түсіре береміз осылай. Міне астына қарап түскен кезде міне HTTP деген шығып тұр ғой, міне дәл осыған басып кіреміз достар. Міне осыны бассақ кіреді. Енді сіздерде міне юзернам жаңа паспорт деп тұр ғой, пароль. Админ деп жазасыздар, кіші әріппенен екеуіне де. Осыны жазасыздар, админ. Көрдіңіздер ғой, go дегенді бассаңыздар, сіздер кіріп кетесіздер уже, болды. Міне модемнің ішіне кірдік. Не сейчас? Дәл осылай модемге кіргеннен кейін достар, мына жерде maintenance дей ма? Осыған кіреміз достар. Мен енді немісше оқам, ағылшынша оқымағам. Maintenance-ны бассақ, бірінші паспорт деген тұр, сол паспортқа қоямыз достар. Мына жерден ескі пароліңізді жазасыз жоғарысына біріншісіне, кейін жаңа парольді қоясыз екінші тұрғанға, сол жаңа парольді үшінші рет қайталайсыз, save дегенді басасыздар. SMS дегенге еш нәрсе жазбайсыздар, мессажге дегенге. Түсіндіңіздер ғой. Біріншісіне ескі пароль жазасыздар, екіншісіне жаңа парольді, үшіншісіне тағы сол жаңа парольді қайталап, save, сақтау дегенді басасыздар, болды достар. Осы жерде парольдеріңіз өзгереді. Сосын выйти қып шығып кете саласыздар достар. Өте оңай. Видео ұнаған болса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға ассалаумағалейкум.